Армысыздар неге каналын тамашалаушылар. Бүгінгі сіздердің назарларыңызға ұсынатын әңгімеміз доктор Эбон Александрдың басынан өткерген жағдайлары туралы болмақ. Ендеше назар аударып тыңдайық. Аты көпке мәлім нейрохирург Эбон Александр өзінің басынан өткерген о дүние туралы танымын былайша жеткізеді. Мен сан мәрте адамдардың жүйке жүйелерін емдеу жолында тәжірибе жинақтасам да, білікті маман болсам да, талай рет адамдардың клиникалық өлімдеріне куә болсам да, еш уақытта о дүние бар дегенге сенбейтінмін. Мен кәдімгі реалист болдым. Тіпті Құдайға сенбейтін атеист десеңіз де қателеспейсіз. Маған неше рет клиникалық өлімге ұшырап, белгілі бір уақытқа комаға кетіп, ес түсінен айырылған адамдар қайта есін жинағанда туыстармен кездескендігін, мына дүниенің тек өткінші екендігін, ол жақта керемет әсерге бөленгендігін, немесе жандары қиналғандығын айтып, зар илесе де, мен бір ғана сөзбен, ол тек сіздің миыңыздағы жүйке жүйелердің ауытқуы салдарынан болатын жағдай деп қайталаумен болатынмын. Бірақ менің о дүние жоқ деген сенімімді мына бір оқиға түбегейлі өзгертті дейді доктор Эбон Александр. Бірде Эбон осыдан шамамен 10 жылдай бұрын өзінің ми тамырларына зақым келіп, науқасқа ұшырап, айналаны мүлдем көрмейтін қараңғылық әлеміне кіріп кетеді. Физикалық денесіне келер болсақ, ол комаға кеткен еді. Ол осы жағдайда бір апта болады. Бірақ дәл осы кезде айналасындағы болып жатқан нәрселерді көріп қана қоймай, алдын ала болатын нәрсені сезініп, бірақ еш амалы жоқ күйде мүлдем басқа әлеммен байланыста тұрғандығын аңғарады. Бір қызығы екі әлемді де қатар көруде, яғни өмір мен өлімнің арасындағы бір сәт десек қателеспейміз. Доктор бұрын адам өлген соң ойлау, сезіну қабілеті бірге тоқтайды деп ойлайтын. Ал қазір өзінің басынан өтіп жатқан жағдайға қараса, көруі, сезінуі, ойлауы барлығы сол қалпында. Бірақ не бұл дүние емес, не о дүние емес, бәрін сезініп, тіпті өзінің о дүниелік болғандығында біліп жатыр. Осы кезде оның өзегін өкініш өртей бастайды. Бұған дейін оқыған-тоқығанның бәрі алдамшы екендігін, мұндай сәтті сезініп көрмеген адамдардың құрастырған шимай шатпаған екендігін, ал нағыз өмір о дүниеден өткен соң басталатындығын ол сол мезетте сезініп үлгереді. Бұған дейін оқыған-тоқығанның бәрінің алдамшы екендігін, мұндай сәтті сезініп көрмеген адамдардың шимай шатпағы екендігін, ал нағыз өмір ол дүниеде өткен соң басталатындығын сол мезетте сезініп үлгереді. Маңайын суреттеу бойынша жан-жағының барлығы қою қараңғылық. Ал бұл әлемге кәдімгі құрт-құмырсқаның көзімен сол деңгейде қарайтын секілді. Себебі жер бетіндегі адамдарға таныс заттар, мысалы талдар мен орман, өзен, көлдер бейне бір алыпқа айналғандай өте үлкен көлемде көрінеді. Тіпті көздің аумағымен қарап танудың өзі қиын секілді. Тек сол заттардың бір бөлшегін көріп қалуы арқылы осы дүниеде кездесетін зат іспетті екендігін сезінеді. Осылайша өң мен түстің арасында жатқан доктор Эбон алыстан жарық сәулені көзі шалады. Ол барынша сол сәулеге қарай жетуге талпынады. Бірақ аяқтары жүрмейді. Тек суда жүзгендей ме, немесе аспанда ұшқандай ма, түсініксіз бірдеңе. Ал ол нәзік сәуле тараған аспан ортасына жақындаған сайын, әлгі сәуле тараған саңылау ұлғая келе, ол әлгі тесіктен өте бергенде мүлдем басқа әлемге кіріп кеткенін ғана байқап үлгереді. Ол жақта ең алдымен көзіне шалынғаны жайқалған талдар мен таулар және тағы да басқа жерге тән табиғат белгілері еді. Бірақ жерде бар болса да, ол жақта мүлдем басқаша сияқты көрінеді. Ойынның түкпірінде
мен басқа әлемдемін деген түсінік қылаң бере бастайды. Бірақ неге екенін білмейді. Мұнда сен ересек адамдар емес, бейне бір жас балаша ойлайтын секілдісің деп есіне алады доктор. Еш уайым жоқ, неткен сабырлық, неткен тыныштық, еш асығыстық жоқ. Көңілдің қылын шертетін, қайталанып отыратын түрлі нотадағы нәзік музыкалық дыбыстар да баяу, әрі құлаққа талып жететін секілді дейді доктор өзінің о дүние туралы естелігінде. Одан әрі ол өзін мына көрген әлемнің бір бөлшегі ретінде сезінеді. Бірақ тағы бір аздаған уақыттан соң ол өзін мұнда қонақ ретінде сезіне бастайды. Осы уақытта маңайында өз тіршіліктерімен асықпай, сабырлықпен жүрген бірлі жарым адамның дауыстарын естігендей болады. Олардың барлығы да мұны ерекше құрметтеп, тіпті жақсы көретіндігін анық сезіне бастайды. Доктор өзінің шынайы өмірдегі жұбайының бар екендігін, тіпті бала-шағаларын да ойламайды. Ойламақ түгілі олардың бар екендігін де, тіпті оларды есіне түсіргісі келсе де отбасы мүшелерінің аты жөндерін есіне түсіре алмайтын болып шығады. Міне қызық, санасының түкпірінде енді ғана отбасы жайлы ойлай бастағаны сол екен. Мүмкін мен өлген шығармын деген ойларда қылаң береді. Осы уақытта өзі тұңғиықта көрінген сәуле маңындағы саңылау тесікті есіне түсіріп артына бұрылады. Бірақ ол саңылаудың жабық екендігін аңғарады. Осы сәтте ол қайтадан қараңғылық әлеміне шомылады. Ал енді бір сәтте көзін ашқанында палатада жатқан жерінен оянады. Бірақ неге екенін кім білсін, өзегін өкініш өртей бастайды. Мына әлем оған мүлдем ұнамайтын секілді. Ал өзі жаңа ғана болып кеткен о дүние мүлдем басқаша әсер беретін еді дейді доктор өз сөзінде. Міне, осыдан кейін ол о дүние туралы ұғымын мүлдем өзгертеді. Бұрын рухани әлем, о дүние деген түсінікке тек ертегі ретінде қарайтын болса, қазіргі уақытта рухани әлемнің де бар екендігін түсініп, дүниеге деген, әлемге деген көзқарасы мүлдем өзгерген екен. Құрметті Неге каналын тамашалаушылар, сіздердің назарларыңызға ұсынған әңгіме көңілдеріңізден шықса, лайк басып, комментарий қалдырып, ең бастысы подписаться етеді деген сенімдемін.